Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге LG компаниясының шығу тарихы жайлы айтатын боламын. Заманауи технологиялар дәуірінде адамдарды таң қалдыру қиын. Брендтер тарихының бүгінгі тақырыбына арқау болып отырған компания, сонау негізі қаланған сәттен бері таңдай қақтыруын қояр емес. Ұялы телефон шығарудан осы жолы алдына жан салмай, түрлі жүлделерге лайық болған LG компаниясы алғашқыда тіс пастасын шығарумен айналысқан деседі. Ол қалай дейсіз бе? Ендеше сара жолдың тарихын бірге білейік. Тіс пастасы мен косметика. Бастау. Барлығы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бастау алды. Осы кезде Пусан қаласында Ку Инхве атты корей азаматы тіс пастасын сатуды қолға алады. Бамбук тұзы мен тісін тазалап жүрген азиялық үшін бұл тауардың маңызы зор еді. Елдегі ахуал онша болмаса да, сауда қызу жүріп жатты. Тұрмыстық химия саласындағы бизнесін әрі қарай дамыту мақсатымен Ку Инхве 1947 жылы Лахуй кәсіпорнын тіркеді. Оның алғашқы өнімі бетке арналған крем болады. Кейіннен Луки атты тіс пастасын шығара бастады. 1950 жылы 3 жылға созылған Корей соғысы басталады. Бірақ кәсіпорынның күш алған сәті де сол кезден бастау алған еді. Корей нарығында алғашқы боп компания әйнек пен фарфорттың баламасы ретінде жаңа материалдан жасалған қаптама ұсынады. Ол материал бүгінде кең қолданыста жүрген пластик. Ол өте үлкен сұранысқа ие болды. Соғыстан кейін Корея тиімді әрі қымбат емес тұрмыстық химияға мұқтаж еді. Хуай химикал аталған қажеттіліктің орнын толтырады. Кір жуатын ұнтақтар, ыдыс жууға арналған құралдар, гигиена құралдары бірінен соң бірі шығарылды. 1953 жылы Лэй Хуэй Индустри, бүгінде LG елшілес компаниясы дүниеге келді. Сол кезден ақ Ку Инхвенің бизнесі ел экономикасына салмақ жинай бастаған еді. LG Electronic қалай құрылды? 1957 жылдың көктемінде бүгінде әлемге танымал болған бағытта тұрмыстық техника мен электроника жасау идеясы қолға алынады. Ол кезде радио қабылдағыш жасау міндетін қояды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде отбасында радионың болуы сирек еді. Жапон басқыншылары ақпарат көздерінен адамдарды аластату мақсатында радио қабылдағыштарды тәркілеген. Аталған қағидаға қарсы шығып кәсіпкер жобасын бастап кетеді. 1958 жылдың 1 қазанында Gold Star, кейіннен LG Electronic болып өзгерді. Еншілес компаниясы құрылады. Ол бірден транзисторлы радио қабылдағыштар жасауды қолға алады. Оңтүстік Кореяның индустриалды державаға айналдыруды армандаған генерал Пак Чу Хи билік басына келген сәттен ақ өндірістік және экономикалық реформалар әкеледі. Экономиканың өндірістік саласын дамыту бағдарламасы жасалып, ақш пен тығыз байланыстың арқасында экспортқа бейімделе бастайды. Ол кезде Gold Star түрлі тұрмыстық техника жасаумен айналысып кеткен еді. Электр желдеткіштер, телефондар, шаш кептіретін құрал, кір жуатын машиналар және тағы да басқалары. 1962 жылдың қараша айында бірнеше құрылғы Нью-Йоркке жол тартады. Кейіннен Гонконгпен арада алтын көпір құрылады. 1967 жылы Caltex компаниясына бірлесе отырып мұнай өңдеу зауытын ашады. Бұл зауыт пластмассалар жасаумен және өңдеумен айналысады. Ұрпақтар сабақтастығы, көшбасшының ауысуы. Фирманың негізін қалаушы Ку Инхве дүниеден озған соң, басқарушы боп баласы Ку Ча Кюн келеді. Мектеп мұғалімі болып жүрген ол еш нәрсеге қарамастан, әкеден қалған аманатты абыроймен алып жүруге тырысады. Оның басқарған жылдарында Gold Star оңтүстік Кореядағы электронды өнеркәсіп саласындағы көшбасшысына айналады. Lucky Group Чеболінің табысты болуына сол кездегі жаһандық дағдарыста әсер етпейді. 1973 жылы кәсіпкер Yonhap Industries Gold Star Ко институтының негізін қалап, Кореядағы алғашқы магнитофонды шығарады. Концерннің технологиялық қуаты да қатар өсіп, Гуми қаласына түрлі түсті теледидарлар жасалып, тұрмыстық техника шығарудың ең ірі кәсіпорны аталатын Чангвон қаласындағы фабриканың құрылысы аяқталады. Жаңа басшы инновацияларды да естен шығарған жоқ. 1975 жылы алғашқы зерттеу орталығы құрылып, жартылай өткізгіштерге инвестиция салынады.
ол уақытта жеке өндірістің микросхемасын шығарып, электронды өнімдер жасау жоспарға ілінген болатын. Жаңа 100 жылдыққа жарқын қадам. 21 ғасырға қадам атты жаңа стратегия қолға алынады. 1990 жылдың 30 қазанында Gold Star Ресейден филиалын ашады. Одан соң филиалдар Италияда, Ұлыбританияда, Таиландта, Қытайда, Египетте пайда болады. Бірнеше жылдан соң Lucky Gold Star Wealth Angeles компаниясы құрылып, Қытайда косметика жасаумен айналысатын кәсіпорын ашылады. 1994 жылы барлық Angeles компаниялардың басын біріктіріп, ортақ LG Group атты атау беріледі. Бұдан соң Куча Кюн демалысқа шығып, билікке оның ұлы Кубон Му келеді. LG Group зерттеу орталығының жақсы жұмыс істеуі 1993 жылы сұйық кристалды мониторлар мен теледидарлар жасауға мүмкіндік береді. Канцер мультимедиалық технологияларды бірлесіп дамыту үшін IBM компаниясымен серіктес болады. Басты назар теледидар құрылғыларын жасауға қойылған еді. 1990 жылдың аяғына қарай компанияның атағы жер жарады. Инженерлер санды теледидарлар жасауға арналған микросхема шығарып, сол кездің ең үлкен плазмалық панель 60 дюйм дүниеге келеді. Нәтижесінде LG теледидарларына деген сұраныс бірнеше есеге артады. Мобилді технологиялар дәуірі. Жаңа ғасырдың басталуымен LG Mobile ашылып, ұялы телефон өндіріс қолға алынады. Бастапқыда бәсекелесуге де шама келмейтін, сапасы мен функционалдылығы да сын көтере алмаған еді. Десе де компания өнімдерін жаңа деңгейге шығаруда инженерлер қарап қалған жоқ. Танымалдылыққа ие болған алғашқы телефондардың ішінде ашылып жабылатын LG G5400 болды. Одан бөлек компания алғашқылардың бірі болып түрлі түсті дисплейі бар ұялы телефондар шығара бастайды. CDM стандартты телефондар өндірісі Аустралиядағы, кейіннен өзге де елдерге экспорттала бастады. LG Mobile өндіріс көлемінің күрт өсуі 2003 жылы ұялы телефондар экспорты бойынша көш бастауға мүмкіндік береді. 2007 жылы LG Electronic 3G байланыс форматын патенттеп, премиум кластағы LG Шоколате құрылғысы жарыққа шығады. 2011 жылы LG Mobile қалың жұртқа Android операциялық жүйесіндегі LG Optimus смартфондарын таныстырады. Кейіннен LG Shinem 3D теледидарлары шығарылады. 2012 жылы әлемдегі ең жіңішке әрі үлкен 3D OLED теледидары дүниеге келеді. 2015 жылы жарып шыққан LG G4 сол жылдың үздік құрылғысы деп танылды. Бірнеше аталымдардан бас жүлдені иеленіп отырған смартфон осыған дейінгілерге жете алмаған табыс әкеліп отыр. Бүгін мен болашақ. Бүгінде оңтүстік Кореядағы жұмыссыздық деңгейі тек 3,1%. 1997 жылғы дағдарыс Корея экономикасына болар болмас қиыншылықтар ғана туындатты. 1999 жылдың өзінде экономикалық өсім 5%-ды құрады. 2008 жылы болған ғалымдық дағдарыс кезінде де рецессиядан құрылған бірден бір ел оңтүстік Корея. Бүгінде LG Group оңтүстік Кореядағы ең ірі концерндердің бірі деп саналады. Кәсіпорынның активтері 120 филиалдан тұрады. Ол жерлерде 100 мыңға жуық қызметкер істейді. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған $KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.